Азыр bizler Brnodamız, Sağınбай аға һәм Гүлнар апа менен birге Кичкене шаһзаданың көргөзмесине бара турбуз. Мына bizlerдің қаламыз. Так, мына кете беремиз дальше. Ана көрүп коелу. Ve mine баламен чыктык дей берсең. Центрларды айланып атпыз. Мындай ар түрлүү сұлу не дейді? Зданиялар. Аха. Азыр. Микрофон есімізден шығып кетіпті. Міне. Азыр мына жерге кіреміз. Мына центр. Суретке түсіріп жақпан. Мінеки кірдік ішіне. Эти краскалар менен кіре тұрған жері бар екен. Әне, қазір Кичкене шаһзадада білесіз, түлкі бар. Сол түлкінің жерде есіне отырып түссе болатын екен. Міне планеталар. Әлбетте Кичкене шаһзаданы оқып көрің. Бұл қайсы эпизод екенсіңіз. Егер білмесеңіз, мен сізге айтып кетейін. Міне Гүлнар апа қарақалпақ тіліне соны аудармалаған Кичкене шаһзаданы Малый принц чешский оқиман десеңіз, сіздерам нүкте бар, һәм библиотекаларында бар осы. Сіздерге скидкамен істеп берді, себебі пенсионер болғаны үшін. И маған скидка істеп берді, себебі мен студент болғаным үшін. Қаласы Өлкетану музейінде Кичкене шаһзадаға арналған көргізбеге келдік. Бұл көргізбе 16 ноябрь күні ашылған екен. Март айында да давам етеді. Халық көп келіп жатыр, ағылып келіп жатыр. Бұл Чехияда чех халқы Кичкене шаһзада ұлы шығармасының классментлері. Мен Прага қаласында арнаулы кітап тұтқандарды көргенмін. Сонда әрқилы баспаларда, әрқилы вариантларда, диалектлерде шыққан кітаплардың көпшілігі соншалықты арнаулы тұтқанлары бар. Негізі бұл суретлер оңай қимылдап тұрған жоқ, бірақ телефоннан приложениені скачать етіп, соны көруге болады. Телефонында шақыластырсаң, бұл суретлер қимылдайды. Көрсетемін. Бұл шығарма 1943 жылы летчик Антуан де Сент-Экзюпери тарапынан француз летчигі, бірақ ол Нью-Йоркта жасап жатқан уақытта жазған, һәм 43 жылы кітап болып шыққан. Ең дәстепкі кітабы инглиз тілінде шыққан. Францияда өзінің ана тілінде 1946 жылы шыққан. Демек, бұл кітаптың биыл кітап болып шығып жатқанына 80 жыл болады. 80 жылдан бері кітап оқушылары, дүния жүзінің кітап құмар кітап оқушылары жақсы көріп, сүйіп оқитын шығармаға айналған. Prosím tě, nakresli mi beránka. Дүния жүзінде, сол 80 жылдың ішінде 140 миллионнан астам данасы кітап болып сатылған екен. 140 миллионнан астам халық сатып алып оқыған. Және дүния жүзінің 300-ден астам тілдеріне аударылған. Қарақалпақ тіліне 2018 жылы Қарақалпақшаға аударып едіммен 2020 жылы баспадан кітап болып шықты. Кирилл алфавитінде, һәм латын алфавитінде кітап болып шықты. Біздің замандастарымыз латын алфавитінде оқығанды онша қош көрмейді. Соның үшін мен қалауым бойынша 2 алфавитте кітап болып шықты. Мен соны түсіндім. Қарақалпақстанда кітап оқуға қызығатұғын, қызықпайтұғын. Әмме осы кітаптың атын оқымаған менен естіп көрген. Осы күндегі 2000
жылдардан кейінгі яға келген әулетларымыздың көпшілігі білетін мәнісі бұл кітапқа арналған жүдә көп сюжетлі фильмлер, мультфильмлер, көркем фильмлер жаратылған. Соны үшін көпшілігі мен кітабын оқыдыңыз ба, таныссыз ба деп сұраса, ауа таныспыз дейді. Кітабын оқымағанбыз, бірақ мультфильмін етіп қызығып көргенбіз, киносын етіп көргенбіз деп айтады. Демек, біздің Қарақалпақтың балаларының әрбірі қызығып, киносын көретін, кітабын оқитын бұл шығарма. Мен өзім сол кітап хақында көп айта береді екен, мен өзім біліп білмей. Айта беретін мәнісі, адам бір дүнияға келген соң бір әртүрлі өзінен істеген бір жақсылықлар, істер ұят болып қалады. Бұл көргізбе жүдә интерактив көргізбе екен. Әмме затқа тиіп көрсе болады, әмме затты ұстап көрсе болады. Осындай көргізбелер арқылы балаларды кітап оқуға қызықтырса болады. Әне, овечка. Қозы соғып береді, менің қозым. Әмме ата-аналар кішкене балалармен келген. Себебі бұл шығармаменен олар таныс. Чехлар кішкене уақытынан басылап, кітап оқуға мехір қойған. Чехия ең көп кітап оқитын мемлекеттер арасында 6-ші орында тұрады. Бұл көргізбені Элишка Подзимкова деген чех аниматор, фотограф ұйымластырған. Қарадың көп чемодан, ескі чемодан vardı. Бұл жерде сол шығарманың эпизодларын максимал дәрежеде жеткізіп беруге әрекет қылған. Егер оқыған болсаңыз, ямаса енді оқысаңыз, сізлер осы эпизодларды арқайын танисыз деп ойлаймын. Бұл кадрларды жинау процесінде көргізбе авторы фильм түсірген.